Ассалаумағалейкум достар, сіздермен пайдалы кеңес арнасы. Күнделікті өмірде күніне қанша жұмыртқа жеуге болатыны туралы айтатын боламын. Адамдар тауық және бөдене жұмыртқасын көп қолданады, себебі құрамында ағзаға пайдалы дәрумендер бар. Алайда дәрігерлер жұмыртқаны шектен тыс көп тұтынуға болмайтынын айтады. Мамандардың хабарлауынша, жұмыртқаны шамадан тыс көп жеу денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін. Жұмыртқа 3 бөліктен тұрады: сары уыз, оны қоршап тұратын ақуыз және қабығы. Олардың әрқайсысының құрамы мен пайдасы әр түрлі. Дүкен сөрелерінде жұмыртқаның 2 түрі кездеседі: ақ және қоңыр. Олардың түсі дәмі мен құрамына әсер етпейді, тек тауық тұқымына байланысты. Егер тауықтың жасы үлкен болса, жұмыртқалары да үлкен болады. Мамандар жұмыртқаның ағы мен сарысынан бөлек жылына 1 рет қабығында тұтынуға кеңес береді. Алайда жұмыртқа қабығы тазалап жуылған және қайнатылған болуы керек. Оның құрамында мыс, кальций, фтор, марганец, мырыш, темір, фосфор және тағы да басқа микроэлементтер бар. Сондай-ақ адам ағзасына жұмыртқаның құрамында болатын Д дәруменінде пайдалы. Ол сүйекті қатайтуға септігін тигізеді. Бөдене жұмыртқасы диеталық өнімдерге жатады. Мұндай жұмыртқа бала гормонының дамуына, диета кезінде арықтауға, ағзаның қалыпты жұмыс істеуіне көмектеседі. 100 грамм бөдененің жұмыртқасының тауық жұмыртқасына қарағанда калориясы көп. Мамандар бұрыннан бөдене жұмыртқасын жүкті әйелдер рационына қосуға кеңес береді. Себебі патологиялық аурулардың алдын алып, нәресте әр түрлі пайдалы дәрумендермен қоректендіреді. Сонымен қатар, бөдене жұмыртқасы иммунитетті көтеріп, ойлау қабілетін жақсартады. Оның құрамында А және В тобы дәрумендері, темір, калий, фосфор, кальций, кобальт және мыс бар. Кейбір жұмыртқалар инфекция тудыруы мүмкін, мысалы сальмонеллез. Сондықтан дәрігерлер шикі жұмыртқаны тұтынуға болмайтынын ескертеді. Диеталық тағам ретінде пісірілген жұмыртқаны пайдалануға болады. Күніне қанша жұмыртқа жеуге болады? Белсенділігі орташа ересек адамдар аптасына 6-7 жұмыртқадан көп жеуге болмайды. Ал күніне 1-2 данадан артық болмағаны жөн. Ал холестерин деңгейі жоғары және қант диабетіне шалдыққандар 1 жұмыртқадан артық жеуге болмайды. Бөдене жұмыртқасын күніне 4-6 данадан тұтынуға болады. Бала 1 жасқа толмайынша оған жұмыртқа беруге болмайды. Жасқа толмаған балаларға жұмыртқаның кішкене бөлігін де жеуге рұқсат етілмейді. Бала 1 жастан асқан соң рационына аз-аздан қосу керек. Алғашында аптасына 1 жұмыртқа, уақыт өте келе 2-3 данадан берген абзал. Бала жұмыртқаны тек пісірілген түрінде жеу керек. Себебі пісірілген жұмыртқада пайдалы заттар сақталады. Сондай-ақ асқазанға ауыр болмайды. Ал бөдене жұмыртқасын 10 жасқа дейінгі балалар аптасына 3 данадан артық пайдалануға болмайды. Құрметті достар, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік. Лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыз.